Сәлем достар, сендермен бірге мен Аяжан, және де бүгін келесі сабағымызды жалғайтын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз сын есімдегі салыстырудың түрлері, яғни салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай, қазақша айтқанда. Яғни біз бір затты екінші заттан салыстырамыз, немесе бір адамды басқа адаммен салыстырамыз. Ол өмірде де болып жатады, сондықтан салыстыру жалпы ағылшын тілінде қалай болады, мен оны жалғау арқылы көрсетемін. Мысалы келтірсек, Бен Алисаға қарағанда ұзынырақ. Is taller than Alisa. Яғни taller ұзынырақ. Яғни бізге tall деген ұзын деген мағынаны білдіреді. Яғни оған er жалғауын жалғаған кезде ұзынырақ деген ұғымды білдіреді. Яғни мына жерде is міндетті түрде тұрады, өйткені адамның ұзын, адамның, яғни сипаттама берген кезде міндетті түрде is, яғни to be етістігі тұрады. Және де than қарағанда, Ben ұзынырақ, Алисаға қарағанда, яғни than қарағанда деген ұғымды білдіреді. Келесі мысалымыз, мысалы Алиса, бірақ, сол сөйлемді жалғай кетсе, бірақ Алиса is smarter than Ben. Бірақ Алиса ақылдырақ Бенге қарағанда. Яғни бұл жерде, яғни smart деген сөзге, ақылды деген сөзге er жалғауын жалғадым. Сөйтіп, ол ақылдырақ деген ұғымды білдірді. Келесі, мысалы, баз емес, Дэвид дейміз. Дэвид, мысалы, дөрекілеу. Қандай есімді? Элизаға қарағанда дөрекілеу, мысалы. Немесе Брайанға қарағанда дейміз. David is ruder than his brother, например. His brother или. Яғни Дэвид рудер, яғни руд деген негізі дөрекі деген ұғымды білдіреді, және де біз оған er жалғауын жалғадық. Сонда дөрекілеу өзінің ағасына қарағанда, яғни Дэвид өзінің ағасына қарағанда дөрекілеу деген ұғымды білдірді. Енді бұл жалпы салыстырмалы шырайдың жалғауы. Енді біз деген күшейтпелі шырайды қалай жазуды көрсетейін. Күшейтпелі шырай, мысалы, осы салыстырмалы шырайда бірақ один нюанс бар, бір айтпай кеткен нәрсем, ол мысалы, егер бір сөз, яғни қысқа сөз болса, яғни қысқа сөз дегенде short, например, короткий слово болса, яғни short words болса, короткое слово болса, онда ол деген, мысалы, smarter деген сияқты өзгертеді. Smarter, er жалғау жалғанады, яғни оған. Smarter, немесе bigger, үлкенірек, bigger. Немесе банағы ұзынырақ, taller. Яғни оларға er жалғауын жалғаймыз. Бірақ егер бір сөз, ұзақ сөз болады ғой, expensive деп ойлайықшы. Бұл короткое слово емес, expensive деген ұзақ жазылатын сөз, короче. Яғни әріптері көп сөздер болады ғой. Осы әріптері көп сөздердің алдарына оларға er жалғамаймыз. Оларға more expensive дейміз. More expensive. Яғни қымбатырақ, expensive деген қымбатырақ. Және де, мысалы, қысқа сөздерге er жалғайтын болсақ, ұзын сөздерге more жалғаймыз. Яғни әдемірек, ақылдырақ дегенде. Beautiful деген сөз бар, например. Beautiful ол әдемі деген сөз.
Және де мысалы біз beautiful деген сөзге more beautiful дейміз. Яғни міне beautiful деген сөзге бұл әдемі деген сөзді more beautiful міне яғни әдемірек. Енді немесе қымбатырақ десек more expensive, банағы expensive қымбатырақ. Немесе тағы қандай сөздік келтіруге болады? Қымбатырақ, қымбат, әдемі. Big деген енді қысқа сөз болғандықтан оны біз bigger деп er қосамыз ғой, мысалы big, tall деген сөздерге er қосамыз, өйткені ол өте қысқа сөздерді. Енді осындай ұзын сөздерге міндетті түрде more болады. More қолданамыз. Мысалы бір сөйлем айтайықшы. Джордждың, яғни Диананың үйі, Diana's house, например, или Diana's home is expensive than mine. Яғни Диананың үйі менің үйімнен қымбатырақ. Менің үйіме қарағанда қымбатырақ. Яғни бұл жерде more ұмытып кеттім ғой. More expensive than mine. Яғни менің үйіме қарағанда қымбатырақ. Немесе Альбина. Альбина Арайға қарағанда әдемірек, is more beautiful than Арай. Яғни осылай ұзын сөздерге mo дегенді жалғаймыз. Яғни әдемірек, үлкенірек деген, әдемірек, қымбатырақ деген кезде моны жалғаймыз, өйткені ол ұзын сөз. Ұзын сөздердің алдына mo тіркесін қоямыз. Келесі ол күшейтпелі. Күшейтпелі шырайға мысалы the most. Мысалы big деген сөз алайықшы. The most деген оны ұзын сөздерге жазамыз. Big деген сөз, big. Және де бұл үлкен деген мағынаны білдіреді. Bigger, үлкенірек деген ұғымды білдіреді. Және де the biggest. Ең үлкен деген ұғымды білдіреді. Яғни күшейтпелі дегеніміз бір нәрсенің ең үлкен, ең қымбат, ең арзан деген сияқты, яғни ең дегенді білдіреді. Яғни үлкен, үлкенірек және ең үлкен. Немесе мысалы beautiful деген сөз алайық. Beautiful, әдемі, әдемірек, more beautiful. Және де the most beautiful. Яғни мен жерде әдемі, әдемірек және де ең әдемі. Яғни қысқа сөздерге алғанда біз the biggest, яғни es жалғауын жалғасақ, қысқа сөздерде біз кәдімгі сын есімге es жалғауын жалғасақ, ұзын сөздерге біз the most дегенді қосамыз. The most алдында the most тұрады, содан кейін барып сын есім кетеді. Ұзын сөз болғандықтан the most алдына қойылады. Ал мынау қысқа сөз болғандықтан бұған жалғау жалғанады, алдында the қолданылады және де жалғау жалғанады, es деген. Сөйтіп, ең үлкен екенін біз түсінеміз бірден. Келесі
келесі бұл ережеге бағынбайтын сын есімдер бар. Ол қандай сын есімдер? Бұл ережеге бағынбайтын сын есімдер good деген сөз. Good. Яғни жақсы. Сосын gooder деп алмаймыз, бұған er жалғауын мүлде қоспаймыз. Онда ошибка болады. Бұнда біз better. Яғни бұл жерге біз better дейміз. Better. Яғни жақсы, жақсырақ, және де the best. Өте жақсы. The best. Яғни бұл сын есім банағы ережемізге бағынбайтын сын есім болып есептеледі. The best өте жақсы. Енді тағы бір бағынбайтын сын есім ол bad. Жаман. Так, bad, так, worse болады. Better деген қоймаймыз, яғни er жалғанбайды бұған. Worse болады, worse. Жаманырақ, яғни жаманырақ дегенде әлдеқайда жаман. Әлдеқайда жаман, және де the worst. Worst. Өте жаман. Яғни бұл да біздің банағы ережемізге бағынбайтын сын есім болып есептеледі. Келесі сын есім ол little. Little, less, the least. Сосын the least. Яғни кішкентай, кішкене, яғни салыстырмалы түргенде оған қарағанда кішкене десең, кішкене, сосын the least өте кішкентай. Яғни бұл да банағы ережемізге бағынбайды. Және far деген сөз бар. Far. Far деген алыс деген ұғымды біледі. Бұл жерде farther, яғни farther бұл яғни алысырақ, және де the farthest. The farthest. Бұл банағы ережемізге бағынады, бірақ мына жерде far дегенді farz былай да жазады. Farther. Яғни екі түрлі жазады. Бұлай да жазсаң қате емес, бұлай да жазсаң қате емес. Яғни мына жерде әріптерге назар аударсақ, мұнда a болса, мұнда farther дегендегі u әріпі қойылады. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабақта жүздескенше. Қош сау болыңыздар.